Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 16-шы сабақ. Тақырып бізде 8 саны және цифры. Алдымен бірінші есептің тапсырмасын оқиық. Сурет бойынша неше, реті бойынша нешінші сөздермен сұрақтар құрастыр. Алдымен неше сөзімен сұрақтар құрастырайық. Оң жақта мен жазып қойдым, яғни бірінші сұрақ бізде үстелде неше қасық бар? Балалар, үстелде бізде 6 қасық бар. Екінші үстелде неше тәрелке бар? Бізде 8 тәрелке бар екен. Үшіншіден үстелде неше кесе бар? Бізде 7 кесе бар үстелде. Келесі бізде нешінші сөзін пайдаланып сұрақтар құрастыратын боламыз. Бірінші сұрақ бізде алмұрт нешінші тұр? Санаймыз, алмұрт бізде бірінші және екінші тұр алмұрт. Екінші бізде қызанақ нешінші тұр? Қызанақ бізде 5-ші тұр екен. Үшінші сәбіз нешінші тұр? Сәбіз бізде 7-ші тұр. Келесі бізде үстелдегі әртүрлі заттарды сана және оларды салыстыр дейді. Яғни үстел үстіндегі заттардың барлығын біз салыстырамыз. Мысалға, тәрелкенің саны 8, қасықтың саны бізде 6. Тәрелке мен қасықты салыстырайық. Яғни бізде тәрелке қасықтан артық, яғни көп деп айтамыз. Келесі бізде кесе мен тәрелкені салыстырсақ, яғни тәрелке кеседен артық. Осылай жазып шығамыз. Келесі бізде номері 2-ші есеп, тапсырма. Әр суретке сәйкес сандардың қосындысын немесе айырмасын таңда. Есепте дейді. Енді біз бірінші сурет бойынша астындағы тапсырмалардан табуымыз керек. Яғни бізде 3 көк кесе және 5 жасыл кесе. Яғни астында біз тапсырмалардың ішінде 3 қосу 5 дегенді аламыз. Сонда жауабы тең болады 8. Енді біз осы 8 кеседен 5 жасыл кесені азайтамыз. Яғни 8 азайту 5 тең болады 3. Және бізде бұл жерде сәйкес келетін 5 кесе, яғни 5 қосу 3 тең болады 8 деп керісінше жазамыз. Енді бізде келесі суретте 6 тәрелке және 2 көк тәрелке бар. Яғни біз жазамыз 6 қосу 2 тәрелке тең болады 8. Енді біз керісінше қосатын боламыз 2 тәрелкеге 6 тәрелкені. 2 қосу 6 тең болады 8. Енді біз керісінше азайтатын боламыз. 8 тәрелкеден 6 тәрелкені алсақ, 2 тәрелке қалады. Ал 8 тәрелкеден 2 тәрелкені алсақ, тең болады 6 тәрелке. Енді бізде үшінші суретте 8 қасық. Астында 4, үстінде 4. Яғни 4 қосу 4 тең болады 8 деп жазамыз. Және керісінше азайтатын боламыз. 8-ден 4-ті аламыз, тең болады 4. Осылай 3 бағанға бөліп жазыңдар. Келесі бізде номері 3-ші есеп, салыстыр. Бірінші суретте бізде 6 қасық, екінші суретте 3 кесе берілген. Біз салыстырамыз 6 қасық және 3. Бұл жерде 3-тен 6 артық, яғни көп деп айтамыз. Келесі бізде тәрелке 3 және 4 кесе. Бұл жерде 3 пен 4-ті салыстыратын болсақ, 3-тен 4 артық, яғни көп. Бұл жерде тәрелкеден кесе бізде көп болып тұр. Үшінші, енді бізде екі жақта тең болу үшін салыстыратын болсақ, ол бізде 3 тәрелке және 3 қызыл түсті кесе. Екеуінің де саны 3-те 3, яғни тең болады.
Келесі бізде балалар номері 4-ші есеп. Тапсырма бізде тізбек бойынша есепте дейді. Бірінші есепке қараймыз. 3 қосу 1. 3-ке 1-ді қоссақ 4 болады. 4-тен 1-ді азайтсақ 3 болады. 3-ке 2-ні қоссақ 5 болады. 5-ке 1-ді қоссақ жауабы тең болады, 6 болады. Келесі екінші. 4-тен 1-ді азайтсақ 3. 3-тен 1-ді азайтсақ 2. 2-ге 2-ні қоссақ 4 болады. 4-ке 1-ді қосамыз 5. 5-тен 2-ні азайтсақ жауабы тең болады, 3. Осылай жазып шығамыз. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Менің арнама тіркеліп, жазылып қойыңдар. Күнделікті сабақтары осылай шығып отыратын болады.